Күздің қара суығы ерте түскен жыл еді. Аспанда қалың сұр бұлт торлап, күннің шуағы да жерге әрең жететін. Аурухана терезесінің сыртында сарғайған жапырақтар желмен бірге ұшып бара жатты. Жансая аурухана дәлізіндегі орындықта үнсіз отырды. Бар болғаны 13 жаста болса да, соңғы бірнеше айда ол өз қатарластарынан әлдеқайда тез есейіп кеткендей еді. Қасында 9 жасар сіңлісі Аружан басын әпкесінің иығына қойып, көз жасын сүртіп отыр. «Әпке, ананы жазылып кетеді ғой, я?» деді Аружан дірілдеген дауыспен. Жансаяның жүрегі шым ете қалды. Өзі де осы сұрақтың жауабын білгісі келетін. Бірақ анасының күн сайын әлсіреп бара жатқанын көріп жүрген ол шындықты іштей сезетін. «Әрине жазылады», деп өтірік күлімсіреді. Сол сәтте палата есігі ашылып дәрігер шықты. Әкелері орнынан атып тұрды. «Дәрігер, әйелім қалай?» Дәрігер ауыр күрсінді. «Қолыңыздан келгенше қасында көбірек болыңыздар». Осы сөздің өзі бәрін түсіндіріп тұрғандай еді. Әкелерінің көзіне жас толды. Ол қабырғаға сүйеніп тұрып қалды. Жансая бұрын әкесін ешқашан мұндай күйде көрмеген. Бірнеше минуттан кейін оларды палатаға кіргізді. Төсекте жатқан аналары қатты жүдеп кеткен еді. Бір кезде жүзінен нұр төгіліп тұратын әдемі әйелді тану қиын болатын. Бірақ көзіндегі мейірім сол күйі сақталған. «Қыздарым», деді ол әлсіз жымиып. Жансая анасының қолынан ұстай кетті. «Анашым», Аружан жылап жіберді. «Анашым, бізді тастап кетпеші». Аналарының көзінен жас сырап түсті. «Жоқ, құлыным, мен әрқашан сендердің жандарыңдамын». Ол әрең сөйлеп жатты. «Жансая, я, анашым, сен ақылды қызсың. Сімдіңе қамқор бол». Жансая басын изеді. Бірақ жүрегі әлденеден қорқып бара жатты. «Уәде беремін». Анасы әлсіз саусақтармен оның бетін сипады. «Аружан». Кішкентай қыз анасына жақындай түсті. «Тыңдап тұрмын, анашым. Әпкеңді тыңда. Екеуің әрқашан бірге болыңдар». Палата іші үнсіз қалды. Бірнеше секундтан кейін аналары әкелеріне қарады. «Балаларымызды аманат етемін». Әкелері көз жасын тыя алмай. «Олай демеш. Сен жазыласың». «Жоқ. Мен бәрін сезіптімін». Ол қыздарына ұзақ қарады. Сол көзқараста шексіз махаббат, сағыныш, алаңдаушылық бар еді. Кенет аппараттың дыбысы өзгерді. Дәрігерлер жүгіріп кірді. «Барлығын сыртқа шығыңдар». Жансая анасының қолын жібергісі келмеді. «Анашым! Анашым!» Әкесі екі қызды құшақтап сыртқа алып шықты. Дәлізде уақыт тоқтап қалғандай болды. 1 минут, 2 минут, 5 минут. Сосын палата есігі жайлап ашылды. Дәрігер төмен қарады. «Кешіріңіздер». Осы екі сөз бүкіл әлемдерін қиратып жіберді. Аружан шырылдап жылай бастады. «Жоқ! Анам өлген жоқ!» Жансая болса үнсіз қапып қалды. Көзінен аққан жасқа да мән бермеді. Оның жүрегі дәл сол күні сынып кеткен еді. Ал ол кезде Жансая әлі білмейтін. Бұл қайғы олардың басындағы ең үлкен сынақтың бастамасы ғана болатын. Анасының жаназасынан кейін үй мүлде өзгеріп кеткендей болды. Бұрын бұл үйден күлкі естілетін. Анасының тәтті дауысы, ас үйден шыққан дәмді тағамның иісі, кешкі әңгімелер, бәрі де бір сәтте жоғалып кеткендей еді. Үйдің іші тым тыныш болатын, тым суық, тым бос. Жансая таңертең көзін ашқан сайын бір сәтке бәрін ұмытып кететін. Анам таңғы ас дайындап жүрген шығар. Бірақ келесі секундта шындық есіне түсетін. Анасы жоқ еді. Енді ешқашан болмайтын еді. Сол кезде жүрегі қайтадан ауырып кететін. Бір күні түн ортасында Жансая оянып кетті. Жанында жатқан Аружан ұйықтап жатыр екен. Қыз ақырын төсектен тұрды. Дәлізден өтіп, анасының бөлмесіне кірді.
Бөлме дәл бұрынғы күйінде тұрған. Төсегі жиналған. Айналдындағы тараға орнында. Сөренің үстінде әтір-әтір. Тіпті анасының иісі де кетпегендей еді. Жансая төсектің шетіне отырып қалды. Осы уақытқа дейін ол өзін мықты ұстауға тырысқан. Сіңлісінің көзінше жыламаған. Әкесінің алдында да сыр бермеген. Бірақ дәл осы сәтте шыдай алмады. Анасының жастығын құшақтай алды. Анашым, даусы дірілдеп шықты. Неге кептіңіз? Көзінен жас моншақтап төгіле бастады. Мен сізсіз не істеймін? Қыздың жанайқайын еститін ешкім жоқ еді. Ол ұзақ жылады. Жүрегінде жиналған барлық мұң сыртқа шыққандай болды. Келесі күні мектепте де жағдайы қиын еді. Сыныптастары оған аяушылықпен қарайтын. Мұғалімдер де жұмсақ сөйлейтін. Бірақ бұл Жансаяның жанын одан сайын ауыртатын. Сабақ үстінде мұғалім: балалар, ананың қадірін біліңдер деген кезде Жансаяның көзіне жас келіп кетті. Ол басын төмен түсірді. Өйткені оның енді анасы жоқ еді. Кешке үйге келгенде Аружан терезенің алдында отыр екен. Кішкентай қыз көшеге қарап үнсіз қалған. Не болды? Деді Жансая. Аружан көз жасын сүртіп жіберді. Ештеңе. Айта ғой. Аружан ернін тістеледі. Мен бүгін анамды түсімде көрдім. Жансаяның жүрегі шым етті. Рас па? Иә. Не деді? Аружан жылап жіберді. Ол бізді құшақтады. Екі әпкелі сіңлілі үнсіз құшақтасып қалды. Сол күні олар ұзақ жылады. Өйткені олар анасының енді ешқашан қайтып келмейтінін түсіне бастаған еді. Ал әкелері соңғы кезде қатты өзгеріп кеткен. Жұмыстан келсе де үндемейді. Тамақ ішсе де сөйлеспейді. Кейде тіпті түннің бір уағына дейін сыртта жүретін. Бір күні Жансая әкесінің бөлмесінің жанынан өтіп бара жатып тоқтап қалды. Іштен жылаған дауыс естілді. Әкесі екен. Қыздың жүрегі ауырып кетті. Ол бірінші рет әкесінің де қатты қиналып жүргенін түсінді. Сол түні Жансая төсегінде ұзақ жатты. Терезеден ай сәулесі түсіп тұрды. Аружан баяғыда ұйықтап кеткен. Жансая төбеге қарап жатып, анасының соңғы сөздерін есіне алды. Сімліме қамқор бол. Қыз көз жасын сүртті. Сосын ішінен ант берді. Анашым, уайымдамаңыз. Мен Аружанды ешкімге жылатпаймын. Қандай қиындық болса да, біз бірге боламыз. Ол кезде Жансая тағдырдың оларға тағы қандай сынақ дайындап қойғанын білмейтін. Өйткені бірнеше айдан кейін олардың өміріне бір әйел кіретін еді. Және сол әйел екі қыздың балалық шағын тозаққа айналдыратын. Анасы қайтыс болғаннан бері 3 ай өтті, бірақ үйдегі қайғының ізі әлі өшпеген еді. Қабырғадағы отбасылық суретте қараған сайын бәрінің жүрегі сыздайтын. Суретте 4-еуі күлімдеп тұр. Аналарының жүзі нұрланып, екі қызын құшағына басқан. Сол бақытты күндердің қайта оралмайтынын ойлау ауыр еді. Әкелері Ирлан бұрын мүлде басқа адам болатын. Қыздармен әзілдесетін, демалыс күндері қыдыртатын. Кешке бәрі бірге шай ішіп, ұзақ әңгімелесетін. Ал қазір ол күннен күнге тұйықталып бара жатты. Таңертең ерте кетеді, кешке кеш қайтады. Кейде қыздары ұйықтап қалғаннан кейін ғана үйге келетін. Жансая мұны байқап жүрді, бірақ ештеңе демейтін. Өйткені әкесінің де жаны жаралы екенін түсінетін. Бір күні кешке Аружан ас үйде үнсіз отырды. Алдындағы шайға да қарамайды. Не болды? Деді Жансая. Аружан төмен қарады. Әпке? Иә. Әкем бізді бұрынғыдай жақсы көрмей қалған сияқты. Жансая селк ете қалды. Олай деме. Бірақ ол бізбен сөйлеспейді ғой. Кішкентай қыздың көзіне жас толды. Бұрын жұмыстан келсе бірден бізге келетін. Қазір келсе де бөлмесіне кіріп кетеді. Жансая не айтарын білмеді, өйткені ол да осыны сезіп жүрген. Сол күні кешке Ирлан үйге әдеттегіден ертерек келді, бірақ көңілсіз еді. Ол қонақ бөлмедегі орындыққа отырып, ұзақ уақыт үнсіз қалды. Жансая байқап тұрды. Әкесі соңғы кезде қатты шаршағандай көрінетін. Шашына да ақ түсе бастапты. Бірнеше айдың ішінде 10 жылға қартайып кеткендей еді. Әке? Ерлан басын көтерді. Иә, қызым. Жағдайыңыз жақсы ма?
Ер адам күлімсіреуге тырысты. Жақсы. Бірақ оның көздері мүлде басқа нәрсені айтып тұрды. Түнде Ерлан жалғыз өзі қонақ бөлмеде отырды. Алдында жарының суреті тұр. Суретті қолына алып ұзақ қарады. Неге мені жалғыз қалдырдым? Даусы әрең шықты. Қыздарға қалай қараймын? Олардың анасы да, әкесі де бола алмай жүрмін. Көзінен жас сырғып түсті. Соңғы айларда ол өзін өте әлсіз сезінетін. Жұмыс, үй, балалар, қайғы. Бәрі бірден иығына түскендей еді. Арада тағы 2 ай өтті. Бір күні көрші әйел қонаққа келді. Ол шай үстінде. Ерлан, сен әлі жассың ғой деді. Өмір тоқтап қалған жоқ. Ерлан үндемеді. Қыздарға да ана керек. Жалғыз адамға қиын. Бұл сөзді Жансая есіктің ар жағынан естіп тұрды. Жүрегі біртүрлі болып кетті. Ана керек. Бұл сөз көңіліне жақпады. Өйткені оның анасы біреу ғана еді. Сол түні Аружан да осы әңгімені қозғады. Әпке? Иә. Әкем басқа елге үйленіп кетпей ме? Жансая бірден жауап бере алмады. Білмеймін. Мен басқа ананы қаламаймын. Аружан жылап жіберді. Мен тек өз анамды қалаймын. Жансая сімлісін құшақтап алды. Өзінің де көзіне жас келді. Мен де. Бірақ тағдырдың өз жоспары бар еді. Бірнеше аптадан кейін Ерланның өмірінде жаңа адам пайда болады. Алғашында ол әйел өте мейірімді болып көрінеді. Қыздарға күлімсіреп сөйлейді, жақсы адам сияқты әсер қалдырады. Бірақ оның шынайы жүзі мүлде басқа болатын. Оны әзірге ешкім білмейтін. Тек алда 2 қыздың өмірін өзгертіп жіберетін күн жақындап келе жатқан еді. Көктем келсе де Жансаяның жүрегіндегі мұз әлі ерімеген еді. Кейде ол мектептен келген соң анасының суретінің алдында ұзақ отыратын. Суретке қарап отырып, анасының дауысын естігісі келетін. Бірақ үй іші бұрынғыдай емес еді. Тыныштық, сағыныш, мұң. Осы 3 ғана қалғандай. Бір күні кешке Жансая шкафты жинап жүріп, анасының ескі сандығын тауып алды. Бұл сандыққа анасы ерекше заттарын сақтайтын. Қыз абайлап қақпағын ашты. Ішінде ескі суреттер, хаттар және бірнеше әшекей бұйымдар жатыр екен. Жансая әр затты қолына алып қарай бастады. Кенет оның көзі ақ конвертке түсті. Конверттің сыртында «Қыздарыма» деп жазылып тұр екен. Жансаяның жүрегі дүрсілдеп кетті. Бұл анасының жазуы еді. Ол бірден Аружанды шақырды. Аружан, тез келші! Аружан жүгіріп келді. Не болды? Қара. 2 қыз хатты дірілдеген қолдармен ашты. Ішінде бірнеше бет қағаз бар екен. Жансая оқи бастады. Менің жанымдай жақсы көретін қыздарым. Егер сендер бұл хатты оқып отырсаңдар, демек мен жанларында жоқпын. Аружан сол жерде жылап жіберді. Жансая әрең оқып тұрды. Көзіндегі жас әріптерді бұлдыратып жіберген. Жансая, сен менің мақтанышымсың. Аружан, сен менің жүрегімнің бір бөлшегісің. Қыздарым, өмірде қандай қиындық көрсеңдер де, бір-бірлерінен айырылмаңдар. Адамдар сендерді ренжітуі мүмкін, бірақ сендер мейірімді болып қалыңдар. Жүректеріңді қараңғылыққа бермеңдер. Жансаяның тамағына өксікті қылды. Ол хатты әрі қарай оқыды. Мен сендерді қатты жақсы көремін. Әрқашан қорғағым келеді. Бірақ енді қорғай алмаймын. Сондықтан бір-бірлеріне қорған болыңдар. Жансая, сіңліңді ешқашан жалғыз қалдырма. Аружан, әпкеңді әрқашан сыйла. Екеуің бірге болсаңдар, кез келген қиындықты жеңесіңдер. Хаттың соңғы жолдары қыздарды одан сайын жылатты. Мен сендермен мақтанамын. Мен сендерді аспаннан бақылап жүремін. Бақытты болыңдар, қыздарым. Аналарың. Бөлме іші үнсіз қалды. Тек 2 қыздың жылаған дауысы ғана естіліп тұрды. Аружан хатты құшағына басты. Мен анамды сағындым. Жансая да көз жасын тыя алмады. Мен де. Сол түні олар хатты жастықтарының астына қойып ұйықтады.
Бұл хат олар үшін ең қымбат естелікке айналды. Бірақ дәл сол күндері Ерланның өмірінде өзгерістер басталып жатқан еді. Соңғы кезде ол біреумен жиі телефон арқылы сөйлесетін болды. Кейде күлімсіреп қояды, кейде кешігіп келеді. Жансая мұны байқаса да мән бермеуге тырысты. Бір күні кешке әкелері қыздарды қасына шақырды. Дауысы қобалжып тұрғандай еді. Қыздарым, сендерге айтатын маңызды әңгімем бар. Жансая мен Аружан бір-біріне қарады. Екеуінің де жүрегі әлденені сезгендей болды. Қандай әңгіме? Деді Жансая. Ерлан терең күрсінді. Мен бір адаммен танысып жүрмін. Бөлме іші тып-тыныш болып кетті. Аружан әпкесінің қолынан қысып ұстап алды. Ал Жансаяның жүрегі әлденеден суып бара жатты. Өйткені ол бұл әңгіменің қайда апаратынын сезіп тұр еді. Ерланның айтқан сөзінен кейін бөлме іші үнсіз қалып қойды. Жансая әкесіне қарап отырды. Бірақ не айтарын білмеді. Ал Аружанның көздері бірден жасқа толды. Әке, деді ол сыбырлап. Иә, қызым, сіз үйленгелі жүрсіз бе? Ерлан бірден жауап бере алмады. Басын төмен түсіріп біраз отырды. Сосын баяу ғана. Әзірге ештеңе шешілген жоқ, деді. Бірақ оның жүзінен бәрі белгілі болып тұр еді. Сол түні әпкелі сіңлілі ұзақ ұйықтай алмады. Аружан көрпесін басына дейін жауып алған. Тек анда-санда шыққан өксігі естіледі. Жансая терезеге қарап жатыр. Көз алдында анасының бейнесі кетпейді. Әпке? Иә. Әкем бізді ұмытып кете ме? Жансаяның жүрегі шым ете қалды. Жоқ. Бірақ жаңа әйел келсе ше? Қыздың даусы дірілдеп шықты. Ол бізді жақсы көрмесе ше? Жансая жауап бере алмады. Өйткені дәл осы сұрақтан өзі де қорқып жүрген. Келесі апталарда үйдің атмосферасы өзгере бастады. Ерлан бұрынғыдан да жиі сыртқа шығатын болды. Телефонын қолынан тастамайды. Кейде хабарлама келгенде жымиып қояды. Ал қыздары үндемейтін. Үшеуі бір дастархан басында отырса да ешкім сөйлеспейтін. Бұрын анасы жоқта да мұндай ауыр тыныштық болмаған еді. Бір күні кешке Ерлан ертең бір адаммен таныстырамын деді. Жансая бірден бәрін түсінді. Аружан болса шанышқысын түсіріп алды. Кіммен? Гүлмира деген кісімен. Жансаяның тәбеті бірден жоғалды. Неге? Өйткені ол мен үшін маңызды адам. Бұл сөз екі қызым жүрегіне пышақ болып қадалды. Ертеңіне кешке есік қоңырауы соғылды. Жансая жүрексініп барып ашты. Есіктің алдында 40-тар шамасындағы әйел тұр екен. Үстінде қымбат киім, бетінде жасанды күлкі, қолында үлкен торт. Сәлем, Жансая шығарсың? Қыз үнсіз басын изеді. Қандай әдемі қызсың? Әйел бірден жыл сөйлей бастады. Бірақ Жансая оның көзінен әлде бір суықтықты байқап қалды. Түсіндіре алмайтын бір сезім. Гүлмира үйге кіріп, Аружанға да жыл сөйлесті. Сен Аружансың ба? Иә. Неткен сүйкімді қызсың. Аружан күлімсіремеді. Тек үнсіз қарап тұрды. Кешкі ас кезінде Гүлмира өзін өте жақсы адам сияқты көрсетті. Әңгіме айтып отырды, күліп отырды. Қыздарға сыйлық әкеліпті. Ерлан да көңілді көрінді. Бәлкім, анасы қайтыс болғалы алғаш рет осылай күлімсіреген шығар. Бірақ дәл осы нәрсе Жансаяның жанын ауыртты. Әкем анамды ұмытып бара жатыр ма? Деген ой мазалай берді. Қонақ кеткен соң Аружан жылап жіберді. Мен оны ұнатпаймын. Тыныш. Ұнатпаймын. Неге? Өйткені ол біздің анамыз емес. Жансая сіңлісін құшақтады. Өзінің де көзінен жас шығып кеткен. Білемін. Мен анамды ғана қалаймын. Мен де. Бірақ өмір ешкімнің қалауын сұрамайтын. Бірнеше айдан кейін Ерлан шешім қабылдады. Бір кеште ол қыздарды алдына отырғызды. Дауысы қуанышты шықты. Мен сендерге жақсы жаңалық айтқым келеді. Жансаяның жүрегі бірден тарс ете қалды. Қандай жаңалық? Ерлан күлімсіреді.
Мен Гүлмираға үйленемін. Сол сәтте Аружан жылап жіберді. Ал Жансаяның ішінде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. Ол әлі білмейтін. Бұл шешім олардың өміріндегі ең ауыр күндердің бастамасы болатын. Мен Гүлмираға үйленемін. Ерлан осы сөзі айтқанда бөлме іші тып-тыныш болып қалды. Аружан көз жасын сүртіп үлгерместен, «Жоқ!» деп жіберді. Ерлан таңырқап қызына қарады. «Қызым, жоқ! Мен басқананы қаламаймын!» Аружан орнынан тұрып, бөлмесіне қарай жүгіріп кетті. Есікті тарс жауып алды. Ерлан ауыр күрсінді. Ал Жансая үнсіз отырды. Оның жүрегінде ашу да, өкпе де, мұң да араласып кеткен еді. «Сен де қарсысың ба?» деді әкесі. Жансая бір сәт үнсіз қалды. Сосын баяу ғана: «Анамды ешкім алмастыра алмайды». Ерланның жүзі өзгеріп кетті. «Мен оны алмастырмақ емеспін. Бірақ сіз соған ұқсап барасыз». Осы сөзден кейін Ерлан үндемей қалды. Келесі апталарда тойға дайындық басталды. Гүлмира үйге жиі келетін болды. Алғашында ол қыздарға жылы сөйлеп жүрді. «Сабақтарың қалай? Қарның ашқан жоқ па? Бір нәрсе керек емес пе?» Бірақ оның күлкісі Жансаяға жасанды болып көрінетін. Кейде әйел қыздарға күлімдеп тұрғанымен көзінде жылулық болмайтын. Бір күні Жансая ас үйге су ішуге шықты. Сол кезде қонақ бөлмеден Гүлмираның дауысын естіп қалды. Ол телефонмен сөйлесіп отыр екен. «Иә, бәрі ойдағыдай». Әйел күліп жіберді. «Ерлан маған қатты сенеді». Жансая тоқтап қалды. «Қыздар ше?» «Оларды кейін ақ реттеймін. Қызым жүрегі бір түрлі болып кетті. Не себепте екенін өзі де түсінбеді. Бірақ бұл сөздер көңіліне ұнамады». Той қарапайым өтті. Ерлан бақытты көрінді. Ал екі қыз үшін бұл күн өте ауыр болды. Жансая анасының суретін құшағына алып, ұзақ жылады. Аружан да көз жасын тоқтата алмады. «Әпке, иә, біз енді бақытты болмаймыз ба?» Жансая сіңлісінің шашынан сипады. «Бәрі жақсы болады». Бірақ бұл сөзді өзі де сенімсіз айтты. Бірнеше күннен кейін Гүлмира бір жола сол үйге көшіп келді. Алғашқы күндері бәрі тыныш өтті. Тіпті қыздар, бәлкім біз қателескен шығармыз деп ойлай бастаған. Бірақ бұл тыныштық ұзаққа созылмады. Бір таңертең Жансая мектепте жиналып жатқан. Сол кезде Гүлмира: «Ас үйді жинап кет», деді. «Қазір сабаққа кешігіп қаламын». «Бірнеше минут қана ғой». Жансая үнсіз жинап шықты. Бірақ келесі күні тағы тапсырма берілді. Одан кейін тағы, сосын тағы. Күн өткен сайын үй жұмыстары көбейе берді. Бір кеште Аружан шаршап отырып қалды. «Әпке, не болды? Бұрын мұның бәрін істемейтін едік қой». Шынында да бұрын аналары қыздарына ауыр жұмыс істетпейтін. Ал қазір еден жуу, ыдыс жуу, үй жинау көбіне олардың мойнына түсе бастаған. Бір күні Гүлмира дастархан басында: «Қыз балалар еңбекқор болу керек», деді. «Әйтпесе ертең тұрмысқа шыққанда қиналады». Ерлан басын изеді. «Дұрыс айтасың». Жансая таңырқап әкесіне қарады. Өйткені бұрын әкесі олардың сабақ оқығанын бірінші орынға қоятын. Ал қазір үндемейді. Сол түні Аружан жылап отырып: «Әпке, анамыз болса бізді қорғар еді», деді. Жансаяның жүрегі ауырып кетті. Өйткені бұл сөз рас еді. Аналары тірі болғанда ешкім оларды ренжіте алмас еді. Бірақ енді бәрі басқаша болатын. Ал Гүлмираның шынайы мінезі әлі толық ашылған жоқ еді. Ең ауыр күндер әлі алда болатын. Гүлмира бұл үйге келгелі 3 ай өтті. Алғашында ол өзін мейірімді әйел ретінде көрсеткен. Бірақ уақыт өткен сайын оның шынайы мінезі ашыла бастады. Ең өкініштісі, мұны тек Жансая мен Аружан ғана көріп жүрді. Ал Ерлан ештеңені байқамайтын. Немесе байқаса да байқамаған болып жүретін. Бір сенбі күні Жансая таңғы 7-де оянып кетті. Оны Гүлмираның қатты даусы оятқан еді. «Жансая, тұр!» Қыз ұйқысын аша алмай орнынан көтерілді. «Не болды?» «Не болды дейме? Үйдің іші шашылып жатыр». Жансая таңырқап қалды. Кешке екеуі бүкіл үйді жинап шыққан болатын. Бірақ: «Қарсы жауап берме!
Бұл Гүлмираның қыздарға бірінші рет қатты сөйлеу еді. Қыз үнсіз қалды. Сол күннен бастап бәрі өзгере бастады. Гүлмира үйдегі барлық жұмысты қыздарға жүктеді. Мектептен келсе де демалмайды. Сабақ оқыса да мазалайды. Ыдысты жу, еденді сүрт, терезені тазала, киімдерді үтікте. Жұмыс бітпейтін. Бір күні Аружан мектептен шаршап келді. Басынан күн өтіп, өзін нашар сезініп тұрған. Ол диванға отырып еді, Гүлмира бірден қабағын түйді. Не үшін отырсың? Басым ауырып тұр. Сенің жасында мен күні бойы жұмыс істейтінмін. Аружан үндемеді. Бар, ас үйді жина. Кішкентай қыз көз жасын әрең ұстап тұрды. Кешке Жансая сіңлісінің қызарып кеткен көздерін көрді. Жыладың ба? Аружан басын изеді. Неге? Шаршадым. Жансаяның жүрегі ауырып кетті. Сіңлісі әлі 9 жаста ғана еді. Балалық шағы ойынмен өту керек болатын. Ал ол күнде жылап жүр. Бір күні Жансая батылдық жинап, әкесімен сөйлеспек болды. Кешке Ерлан жалғыз отырғанда қасына келді. Әке, иә қызым, біз сізбен сөйлессек бола ма? Әрине. Жансая біраз үнсіз отырды. Сосын, Гүлмира апай бізге қатты ұрсады, деді. Ерлан таңырқап қалды. Қалай сонда? Көп жұмыс етеді. Ол сендерді еңбекке үйретіп жүр ғой? Бірақ, Жансая, ол сендердің жамандықтарыңды ойламайды. Қыздың көңілі түсіп кетті. Әкесі оған сенбеген еді. Келесі күні Гүлмира бұл әңгімені біліп қойды. Қайдан білгені белгісіз. Мүмкін Ерлан өз айтқан шығар. Сол кеште ол Жансаяны ас үйге шақырды. Дауысы суық еді. Әкеңе шағымдандың ба? Жансая үндемеді. Мен сұрап тұрмын. Мен тек шындықты айттым. Гүлмираның жүзі өзгеріп кетті. Демет, сен мені жаман көрсеткің келеді ғой. Жоқ. Бұдан былай ақылыңды жина. Бұл сөзден кейін әйел ашуланып шығып кетті. Ал Жансаяның жүрегінде қорқыныш пайда болды. Сол күннен бастап Гүлмира оған ерекше шүйліге бастады. Ұсақ нәрсенің өзінен кінә табады. Мына жер дұрыс сүртілмепті. Тамақты дұрыс жылытпадың. Сен өте жалқаусың. Қыз не істесе де ұнамайтын. Бір түні Аружан жастығын құшақтап жылап жатты. Әпке, иә? Ол бізді жақсы көрмейді ғой, иә? Жансая бірден жауап бере алмады, бірақ іштей жауабын білетін. Білмеймін. Аружан көз жасын сүртті. Мен анамды қатты сағындым. Жансая да жылап жіберді. Екеуі үнсіз құшақтасып жатты. Сол кезде олар әлі бір нәрсені білмейтін. Гүлмираның қатыгездігі мұнымен бітпейтін. Бұл тек бастамасы ғана еді. Күздің жаңбырлы күндерінің бірі еді. Таңертеңнен бері аспан түнеріп тұрған. Жансая мектепке жиналып жатқанда Аружанның түрі бозарып кеткенін байқады. Аружан, саған не болды? Білмеймін. Басым айналып тұр. Жансая маңдайын ұстап көрді. Денесі қызып тұр екен. Сенің қызуың бар ғой. Сол кезде Гүлмира ас үйден шығып келді. Не болып қалды тағы? Аружан ауырып тұр. Гүлмира бір көз тастады да, ештеңе емес, сабақтан қашқысы келіп тұрған шығар. Аружанның көзіне жас келді. Жоқ, шынымен ауырып тұрмын. Болды, еркелемей мектепке бар. Жансая ашыланса да үндемеді. Мектепте Аружанның жағдайы одан сайын нашарлады. Сабақ үстінде басы айналып көзі қарауытып кетті. Мұғалімі бірден медбикеге апарды. Қызуы қатты көтеріп кеткен екен. Сол күні Жансая сіңлісін жетектеп үйге ерте қайтты. Үйге кірген бойда Гүлмира қабағын түйді. Неге ерте келдіңдер? Аружан ауырып қалды. Тағы ма? Медбике үйге қайтарсын деді. Гүлмира ешқандай алаңдаушылық білдірмеді. Бөлмесіне барсын, болды. Тек осы сөз ғана. Сол түні Аружанның қызуы қатты көтерілді. Кішкентай қыз сандырақтай бастады. Анашым, мені тастап кетпеші. Жансая жанында отырып жылады. Қолынан ұстап отырды. Мен осындамын. Қорықпа. Кешке Ерлан жұмыстан келді. Жансая бәрін айтып берді. Әкесі бірден қызының қасына барды. Қызым, Аружан әлсіз ғана көзін ашты. Әке, Ерлан алаңдап кеткендей көрінді. Бірақ сол кезде Гүлмира сөзге араласты. Қарапайым тұмау ғана. Баланы ауруға көрсетіп жатырсыңдар. Ерлан үнсіз қалды. Ақырында дәрі әкеліп берумен ғана шектелді. Бірнеше күн өткен соң Аружан жазылып шықты.
Бірақ оның бұрынғы көңілді мінезі жоғала бастаған еді. Ол аз сөйлейтін болды. Жиі жалғыз отыратын. Кейде терезеге қарап ұзақ ойланып кететін. Бір күні Жансая: "Не ойлап отырсың?" деп сұрады. Аружан көзін төмен түсірді. "Ештеңе. Айта ғой." Кішкентай қыз ауыр күрсінді. "Әкем бізді бұрынғыдай жақсы көрмейтін сияқты." Бұл сөз Жансаяның жүрегіне тағы да ауыр тиді. Өйткені ол да дәл солай сезінетін. Сол күндері Гүлмираның суық қабағы күшейе түсті. Қонақтар келгенде ол керемет әйел болып көрінетін. Қыздарға күлімдеп сөйлейді, мақтап қояды. Бірақ қонақтар кетісімен бәрі өзгереді. "Мына үстелді неге дұрыс жинамадыңдар? Қолдарынан ештеңе келмейді." Мен сендердей кезде осы сөздерді қыздар күнде еститін. Бір кеште Жансая анасының хатын қайта оқып отырды. "Қандай қиындық көрсеңдер де бірге болыңдар." Қыз көз жасын сүртті. Бұл хат оған күш беретін. Өйткені соңғы кезде ол өзін өте жалғыз сезіне бастаған еді. Сол түні Аружан ұйықтар алдында әпкесіне қарап: "Біз бір күні бақытты боламыз ба?" "Әрине боламыз. Рас па?" Жансая сіңлісінің маңдайынан сүйді. "Иә, анамыз көріп тұра ма екен?" Жансаяның көзіне жас келді. "Көріп тұр. Онда ол бізді қорғайды ғой." "Қорғайды." Екеуі құшақтасып ұйықтап кетті. Бірақ олардың өміріндегі қиындықтар енді ғана басталып жатқан еді. Қыс жақындап келе жатқан. Күн суытып, түндер ұзара түсті. Бірақ Аружанның жүрегіндегі қорқыныш күн өткен сайын күшейіп бара жатты. Бұрын ол мектептен үйге қуанып қайтатын. Ал қазір сабақ аяқталуға жақындағанда мазасызданатын болды. Өйткені үйге барған сайын Гүлмираның қабағы қандай болатынын білмейтін. Бір күні сабақтан кейін Аружан сыныптастарының туған күн кешіне шақырылды. Қыз қатты қуанды. Үйге жүгіріп келіп Жансаяға айтты: "Әпке, Айдананың туған күні екен. Қандай жақсы, барсам бола ма?" Жансая жымиып: "Әкеден сұрайық" деді. Кешке Ерлан келгенде Аружан қуанып жүгіріп барды. "Әке, мені туған күнге жібере аласыз ба?" Ерлан жауап беріп үлгермей жатып, Гүлмира сөзге араласты. "Жоқ." Аружан аң-таң болды. "Неге?" "Өйткені үйге жұмыс бар." "Бірақ бәрі барады ғой." "Мен жоқ дедім бе, болды." Кішкентай қыздың жүзі солып қалды. Сол түні Аружан жастығына бетін басып жылады. "Әпке." "Иә." "Ол мені әдейі жібермеді." "Білемін." "Неге бізді ұнатпайды?" Жансая жауап таба алмады. Өйткені өзі де осы сұрақты күнде қоятын. Келесі аптада тағы бір жағдай болды. Мектепте Аружан сурет салудан байқауға қатысқан еді. Қыз бірнеше күн бойы дайындалған. Тіпті бірінші орын алып келді. Қуаныштан үйге ұшып келді. "Әпке, қарашы!" Ол дипломын көрсетіп мәз болды. Жансая құшақтап: "Жарайсың" деді. Екеуі қатты қуанды. Кешке Ерлан келгенде Аружан дипломын көрсетті. "Әке, мен бірінші орын алдым." Ерлан күлімсіреп: "Құттықтаймын қызым" деді. Бірақ дәл сол сәтте Гүлмира тағы да сөз қосты. "Суретпен өмір сүрмейді. Сабағына қарасын." Аружанның қуанышы әп сәтте жоғалып кетті. Дипломын ақырын жинап қойды. Сол күннен кейін қыз бұрынғыдан да тұйықтала түсті. Ол Гүлмираның көзінше сөйлеуден қорқатын болды. Тіпті күлуге де именетін. Қателік жасап қоямын деп қорқатын. Бір күні түнде Жансая оянып кетті. Қасында жатқан Аружан ұйықтап жатып жылап жатыр екен. "Жоқ." "Ұрыспаңызшы. Кешіріңізші." Жансая шошып кетті. "Аружан." Қыз селк етіп оянды. Көзінен жас ағып жатыр. "Түс көрдім." "Қандай түс?" Аружан дірілдеп отырды. "Гүлмира апай бізді үйден қуып жіберіпті." Жансая оны құшақтап алды. Бұл жай ғана түс. Бірақ өзінің де жүрегі тыныш емес еді. Келесі күні тағы бір оқиға болды. Гүлмира ас үйде тұрған кесе сынып қалғанын көрді. "Мұны кім сындырды?" Жансая мен Аружан аң-таң болып қарады. Екеуі де тимеген.
Біз емес. Өтірік айтпаңдар. Гүлмира ашуланып кетті. Үйдегі барлық затты білдіресіңдер. Сол кезде Ерлан да үйде болатын. Жансая көмек күтіп әкесіне қарады. Бірақ ол тек келесте абай болыңдар, деді. Қызым жүрегі тағы ауырды. Өйткені бұл жолы да әкесі оларға сенбеді. Сол түні Аружан ұзақ уақыт үнсіз отырды. Сосын жай ғана: әпке, иә, егер анамыз тірі болса, бәрі басқаша болар еді ғой. Жансая көз жасын жасырамады. Иә, мен анамды ұмытып қалмаймын ба? Жоқ. Ешқашан ба? Ешқашан. Аружан әпкесінің иығына басын қойды. Ал терезенің ар жағында ақ қар баяу жауып тұрды. Қыздар анасының мейірімін сағынған сайын бір-біріне одан сайын жақындай түсті. Бірақ Гүлмира олардың осы жақындығында ұнатпайтын еді. Көп ұзамай ол әпкелі сіңлілі екеуін бір-бірінен алыстатуға тырыса бастайды. Қыс толық күшіне енген еді. Терезенің ар жағында ақ қар қалың жауып тұр. Ал үйдің ішінде бұрынғыдай жылылық жоқ болатын. Жансая кейде осы үйде тұрса да өзін бөтен адам сияқты сезінетін. Аружан да бұрынғыдай күрімдемейтін болды. Екеуінің жалғыз жұбанышы бір-бірі еді. Бір күні мектептен келген соң Жансая анасының хатын қайта оқып отырды. Бұл хатты ол ерекше қастерлейтін. Қиналған сайын ашып оқитын. Себебі анасының дауысын естігендей болатын. Кенет бөлмеге Гүлмира кіріп келді. Не оқып отырсың? Жансая хатты тез жауып қойды. Ештеңе. Гүлмираның көзі бірден хатқа түсті. Көрсетші. Бұл анамның хаты. Сонда не болыпты? Әйел хатты жұлып алмақ болды. Жансая бірден ұстап қалды. Тиіспеңіз. Бұл сөз Гүлмираға ұнамады. Ол қабағын түйіп, маған дауыс көтеретіндей кім болыпсың? Деді. Кешке Ерлан келгенде Гүлмира бірден шағымданды. Қызын маған қарсы сөйлейді. Құрметтемейді. Ерлан таңырқап Жансаяға қарады. Рас па? Жоқ, әке. Мен тек анамның хатын бергім келмеді. Гүлмира дереу сөзді бөліп жіберді. Көрдің бе? Әлі күнге дейін өткенмен өмір сүріп жүр. Бұл сөз Жансаяның жүрегіне қатты батты. Өткен дегені оның анасы еді. Сол түні Жансая көпке дейін ұйықтай алмады. Анасының суретіне қарап отырды. Анашым, бізді көріп тұрсыз ба? Көзінен жас ақты. Неге бәрі осылай болып кетті? Келесі күні күтпеген жағдай болды. Мектептен келген Аружан дәлізде тұрып қалды. Қыздың жүзі бозарып кеткен. Не болды? Деді Жансая. Аружан үндемеді. Аружан? Кішкентай қыз ақырын ғана сөйледі. Мен бір нәрсе естідім. Нені? Гүлмира апай телефонмен сөйлесіп тұрды. Жансая серк ете қалды. Не деді? Аружан қобалжып жан жағына қарады. Ол біреуге, ең бастысы, Ерлан маған сенеді. Қыздар кейін үйренеді, деді. Жансая үнсіз қалды. Бұл сөздер оның көңіліндегі күдікті күшейте түсті. Сол күннен бастап Жансая Гүлмираны мұқият бақылай бастады. Әйелдің мінезіндегі өзгерістерді бұрынғыдан анық көретін болды. Қонақ келгенде мейірімді. Әкесі жанында болса қамқор. Ал олар жалғыз қалғанда мүлде басқа адам. Бір күні Гүлмира көршілердің алдында қыздарымды қатты жақсы көремін деп күлімсіреді. Жансая мен Аружан бір-біріне қарап қалды. Өйткені дәл сол күні таңертең ол екеуін болмашы нәрсе үшін 2 сағат бойы жұмыс істеткен болатын. Кешке Аружан жай ғана сұрақ қойды. Әпке? Иә? Адамдар неге өтірік жақсы болып көрінеді? Жансая жауап бере алмай қалды. 13 жастағы қыз үшін бұл сұрақтың жауабы да ауыр еді. Кейбір адамдар шынайы жүзін жасырады, деді ақырында. Сол түні әпкелі сіңлілі ұзақ сөйлесті. Аружан кенет. Біз өскенде басқа жаққа кетеміз бе? Иә. Екеуміз бірге ме? Әрқашан бірге. Аружан жымиып қойды. Бәлкім, соңғы күндердегі алғашқы шынайы күлкісі сол шығар. Ал дәл сол сәтте басқа бөлмеде Гүлмира ойланып отыр еді.
Ол қыздардың бір-біріне тым жақын екенін байқап жүрген. Бұл оған ұнамайтын. Өйткені бір-біріне сүйенген адамдарды сындыру қиын болады. Сондықтан оның ойында жаңа жоспар пайда болды. Және сол жоспар әпкелі сіңілі екі қыздың өмірін бұрынғыдан да ауырлататын еді. Көктем жақындағанымен Жансая мен Аружанның өмірінде жарық сәуле көрінбейтін. Күн сайын бірдей. Мектеп, үй жұмысы, ұрыс, көз жасы. Бірақ дәл осы күндері Гүлмира өзінің шын мінезін бұрынғыдан да ашық көрсете бастады. Бір күні Жансая мектептен қуанып келді. Математикадан аудандық олимпиадаға жолдама алған еді. Мұғалімі де мақтаған, достары да құттықтаған. Үйде кіре сала жақсы жаңалығын айтқысы келді. Әке, мен... Бірақ сөзін аяқтай алмады. Гүлмира қолындағы шелекке қарап тұр екен. Алдымен мына еденді жу. Бірақ мен... Кейін сөйлейсің. Жансая үнсіз қалды. Қуанышының бәрі бір сәтте жоғалып кеткендей болды. Кешке Ерлан келгенде де ешкім оның жетістігі туралы айтпады. Тіпті әкесі білмей де қалды. Жансая алғаш рет өзінің қуанышы бұл үйде ешкімге керек емес екенін сезінді. Ал Аружанға тіпті қиын еді. Бір күні ол байқаусызда шай құйылған кесені төгіп алды. Бар болғаны сол. Бірақ Гүлмира қатты ашуланды. Қолымнан түк келмейді. Кешіріңізші. Үнемі кешірім сұрайсың. Аружан қорыққаннан жылап жіберді. Сол кезде Жансая араша түсті. Ол әдейі істеген жоқ қой. Гүлмира бірден оған бұрылды. Сенен ақыл сұрадым ба? Бөлмеші, үнсіз қалды. Сол кештен кейін Аружан Гүлмирадан қатты қорқатын болды. Әйел секс-тоғынделдің аяқ дыбысы естілсе де сел кететін. Даусы шықса да үрейленетін. Бір күні мектеп психологы Аружанның көңіл күйін байқап қалды. Бір нәрсе мазалап жүрме. Аружан бірден басын шайқады. Жоқ. Бірақ оның көзіндегі мұң бәрін айтып тұрған. Кешке Жансая сіңлісінен сұрады. Неге ештеңе айтпадың? Қорықтым. Неден? Аружан біраз үнсіз қалды. Сосын ақырын ғана. Егер айтсам, одан сайын жаман болады ма деп қорықтым. Бұл сөзді естігенде Жансаяның жүрегі ауырды. 9 жасар қыз осылай ойламау керек еді. Бір күні күтпеген жерден шындықтың бір ұшы ашылды. Жансая ас үйден су алып шығайын деп келе жатқан. Сол кезде қонақ бөлмеден Гүлмираның құрбысымен сөйлесіп отырғанын естіп қалды. Қыздармен қалайсың? Деп сұрады құрбысы. Гүлмира күліп жіберді. Қойшы, оларды еркелетіп қайтемін. Бөтеннің баласы бәрібір бөтен ғой. Жансая тұрған жерінде қатып қалды. Жүрегі тарс етіп соқты. Ерлан ше? Ол ештеңе байқамайды. Ең бастысы маған сенеді. Екі әйел күліп жіберді. Жансаяның көзіне жас келді. Ол бөлмесіне жүгіріп кірді. Есікті жауып алды. Бірнеше минут үнсіз отырды. Өйткені осы уақытқа дейін ішіндегі күдік енді шындыққа айналған еді. Гүлмира оларды ешқашан жақсы көрмеген. Кешке Аружан келгенде бәрін айтып берді. Кішкентай қыз үнсіз тыңдап отырды. Сосын көзіне жас алды. Мен сезгенмін. Нені? Оның бізді жақсы көрмейтінін. Жансая сіңлісін құшақтады. Біз бір-біріміз бармыз ғой. Аружан басын изеді. Иә, сол түні екі қыз анасының хатын тағы оқыды. Қандай қиындық болса да бірге болыңдар. Олар осы сөзден күш алатын. Өйткені соңғы кезде өздерін бұл әлемде жалғыз қалғандай сезінетін. Ал Гүлмира болса жаңа жоспар ойлап жүрген. Енді ол қыздарды тек жұмысқа жегіп қана қоймай, әкелерінің көз алдында да жаман етіп көрсетуде тырысатын еді. Бұл жоспардың алғашқы қадамы көп ұзамай басталмақ. Және ол Жансаяның жүрегіне қатты соққы болатын. Жазғы демалыс басталды. Басқа балалар үшін бұл демалыс серуендеу, ойын күлкі уақыт еді. Ал Жансая мен Аружан үшін бәрі керісінше болды. Мектеп жабылған соң Гүлмира олардың уақытын толық өз бақылауына алды. Бірінші күні-ақ ол таңғы сағат 6-да қыздарды оятты. Тұрыңдар! Жансая көзін әрең ашты. Неге сонша ерте? Үйде жұмыс көп. Аружан ұйқылы ояу орнынан көтерілді. Ол әлі бала еді.
Жазғы демалыста ұзақ ұйықтағысы келетін. Бірақ оған мүмкіндік болмады. Сол күннен бастап әр күн бірдей өте бастады. Таңертең ерте тұру, еден жуу, аула сыпыру, ыдыс жуу, киім үтіктеу, тамақ дайындауға көмектесу. Жұмыс бітпейтін. Бір күні Жансая кітап оқып отырған. Ол болашақта жақсы оқып, үлкен адам болуды армандайтын. Сол кезде Гүлмира бөлмеге кірді. Не істеп отырсың? Кітап оқып отырмын. Кітап кейінде оқылады. Асиде бар. Бірақ мен... Қарсы жауап берме. Жансая кітапты ақырын жауып қойды. Кейде оған анасының сөздері есіне түсетін. Оқуыңды тастама, қызым. Сол сөздер оны алға жетелейтін. Ал Аружан күннен күнге жүдеп бара жатты. Бір күні аулада шелек көтеріп келе жатып, сүрініп құлап қалды. Тізесі қанап кетті. Кішкентай қыз ауырғаннан жылап жіберді. Гүлмира болса, «Тұр, жылауды қой, осындай әлсіз болма», деді. Жансая жүгіріп барып сіңлісін көтеріп алды. Сол сәтте оның ішіндегі ашу бұрынғыдан да күшейді. Кешке Ерлан үйге келді. Жансая сіңлісінің жараланған аяғын көрсетті. «Әке, қараңызшы». Ерлан алаңдап кетті. «Қалай болды?» Жауап беріп үлгерместен Гүлмира сөйлеп кетті. «Ойнап жүріп құлап қалған. Баланың бәрі құлайды ғой». Ерлан басын изеді. Мәселе осымен жабылды. Тағы да. Жансая сол түні ұйықтай алмады. Ол терезе алдында отырды. Аспандағы жұлдыздарға қарап ұзақ ойланды. Кейде анасы сол жұлдыздардың арасынан қарап тұрғандай сезілетін. «Анашым, біз қатты шаршадық». Көзінен жас ақты. Келесі күні тағы бір жағдай болды. Гүлмира қонақ шақырған екен. Үйге бірнеше әйел келді. Қонақтардың алдында ол өзін мейірімді ана ретінде көрсетті. «Қыздарым өте еңбекқор. Маған көп көмектеседі». Қонақтар риза болып отырды. «Қандай жақсы балалар, бақытты екенсің». Гүлмира күлімсіреп отырды. Ал Жансая мен Аружан үнсіз ғана шай тасып жүрді. Өйткені шындықты олар ғана білетін. Қонақтар кеткен соң бәрі өзгерді. Гүлмира үстелге қарап қабағын тиді. «Мына жерді дұрыс жинамапсыңдар. Мына кесені неге мұнда қойғансыңдар? Қолдарынан түк келмейді». Аружанның көзіне жас толды. Бірақ ол үндемеді. Өйткені жыласа, ұрыс одан сайын күшейетінін білетін. Сол түні әпкелі сіңілі анасының хатын қайта оқыды. Бұл олардың жалғыз жұбанышы еді. Хатты оқып болған соң Аружан: «Әпке, иә, біз бір күні осы үйден кетеміз бе?» Жансая біраз үнсіз қалды. Сосын сенімді дауыспен: «Иә, міндетті түрде кетеміз. Өз өмірімізді құрамыз». Аружан алғаш рет күлімсіреп қойды. «Сонда ешкім бізді жылатпай ма?» Жансая сіңлісін құшақтады. «Ешкім жылатпайды». Бірақ ол кезде екеуі де алда әлі қанша сынақ күтіп тұрған білмейтін. Өйткені Гүлмираның келесі жоспары қыздарды әкелерінің көз алдында өтірікші етіп көрсету болатын. Ал бұл олардың жүрегіне бұрынғыдан да ауыр соққы болып тиеді. Жансая 14 жасқа толды. Бірақ туған күніне қуана алмады. Бұрын туған күн келгенде анасы ерте тұрып сүйікті тағамдарын дайындайтын. Аружан екеуі сыйлықтарын жасырып қойып кешке қуантатын. Ал қазір бәрі өзгерген еді. Сол күні таңертең ешкім туған күні туралы еске алған жоқ. Жансая үнсіз ғана төсегін жинады. Айнаға қарады. 1 жыл бұрынғы өзіне ұқсамайтын. Көзқарасы мұңайып кеткен. Балалық аңғалдығы азайған. Өмір оны ерте есейтті. Мектепте ғана жағдай басқаша болды. Сыныптастары құттықтады. Мұғалімдері жақсы тілектер айтты. Тіпті құрбысы Айдана кішкентай сыйлық сыйлады. «Туған күніммен, Жансая». Сол сәтте қыздың көзіне жас келіп кетті. Өйткені соңғы уақытта біреудің оған жылы сөз айтуының өзі сирек болып кеткен еді. Үйге келгенде жүрегінің түбінде кішкентай үміт болды. Мүмкін әкесі есіне алған шығар. Бәлкім кешке бірге шай ішерміз. Бәлкім. Бірақ үйге кіргенде Гүлмираның дауысы естілді. «Жансая, Асидегі картопты тазалап қой».
Бар болғаны осы. Кешке дейін ешкім туған күні туралы айтпады. Тіпті әкесі де. Жансая үндемеді. Тек іштей қатты ауырды. Кешкі ас кезінде кенет Аружан орнынан тұрды. Қолында өз қолмен жасаған ашық хаты бар екен. Әпке, Жансая оған қарады. Туған күніңмен. Кішкентай қызың көзіне жас толып кеткен. Мен саған сыйлық ала алмадым. Жансая бірден құшақтап алды. Бұл ең жақсы сыйлық. Екеуі құшақтасып жылап жіберді. Сол кезде ғана Ерлан селк ете қалды. Бүгін туған күнің бе? Жансая жүрегінің қалай ауырғанын сезді. Әкесі ұмытып кеткен еді өз туған күнін. Кешір, қызым. Ерлан ыңғайсызданып қалды. Жұмыспен жүріп, Жансая күлімсіреуге тырысты. Ештеңе етпейді. Бірақ ішінде бәрі басқаша болатын. Сол түні қыз ұзақ жылады. Бірақ ешкімге көрсетпеді. Аружан ұйықтап кеткеннен кейін ғана көз жасына ерік берді. Анашым, сіз болсаңыз ұмытпас едіңіз, деді сыбырлап. Келесі күндері Жансая бұрынғыдан да көп оқуға кірісті. Ол бір нәрсені анық түсінген еді. Бұл өмірде оған ешкім дайын бақыт әкеліп бермейді. Өз жолын өзі салу керек. Өз болашағын өзі құру керек. Мектепте ол үздік оқушылардың қатарына кірді. Мұғалімдер оның білімін мақтайтын. Бірақ үйде оның жетістіктері ешкімге қызық емес еді. Бір күні ол бақылаудан ең жоғары баға алып келді. Қуанып қағазын әкесіне көрсетті. Ерлан мақтайын деп еді. Гүлмира сөзге араласты. Жақсы баға алғаның өзі міндет қой. Ерекше ештеңе жоқ. Жансая қағазын ақырын жинап қойды. Осылайша ол бір нәрсеге үйренді. Қуанышын ішінде сақтауға. Мұңын ішінде сақтауға. Арманын ішінде сақтауға. Бірақ үнсіздік әлсіздік емес еді. Керісінше, оның ішіндегі күш күн сайын өсіп келе жатқан. Ол сіңлісін қорғауға тырысатын. Қанша қиын болса да мойымайтын. Өйткені анасына берген уәдесін ұмытпаған. Аружанға қамқор бол. Бір күні кешке Аружан әпкесіне қарап, әпке, иә, сен менің анам сияқтысың. Жансаяның көзіне жас келді. Неге олай дейсің? Өйткені сен мені әрқашан қорғайсың. Қыз сіңлісін құшақтап алды. Сол сәтте ол қандай қиындық болса да, Аружанды ешқашан жалғыз қалдырмаймын деп тағы да өзіне сөз берді. Бірақ көп ұзамай, олардың өмірінде тағы бір ауыр оқиға болады. Гүлмира әдейі өтірік айтып, екі қызды әкелерінің алдында кінәлі етіп көрсетеді. Ал бұл жолы Жансаяның жүрегі бұрынғыдан да қатты жараланады. Жансая соңғы уақытта әкесімен сөйлесуге талай рет әрекет жасап көрді. Бірақ әр жолы бір нәрсе кедергі болатын. Кейде Ерлан жұмыстан шаршап келеді, кейде Гүлмира қастарынан шықпайды. Кейде әңгіменің соңы ұрысқа айналып кетеді. Сөйтіп қыздың ішіндегі мұң айтылмай қала беретін. Бір күні мектепте ата-аналар жиналысы өтті. Сынып жетекшісі Жансаяны барлық оқушыға үлгі етіп мақтады. Өте тәрбиелі қыз. Сабақты жақсы оқиды. Жауапкершілігі жоғары. Ерлан сол сөздерді естіп, іштей қуанып отырды. Бірақ жиналыс біткен соң Гүлмира тағы да өз сөзін қосты. Үйде ондай мінсіз емес. Кейде қырсығып кетеді. Мұғалім таңырқап қалды. Өйткені ол мүлде басқа Жансаяны білетін. Ал Ерлан үндемеді. Үйге қайтып келе жатқанда, Жансая әкесімен жалғыз қалуға мүмкіндік тапты. Ол көптен бері ішіне жинаған сөздерін айтқысы келді. Әке, иә қызым, сізге бір нәрсе айтсам бола ма? Әрине. Жансая терең дем алды. Мен кейде өзімді бұл үйде артық адам сияқты сезінемін. Ерлан тоқтап қалды. Неге олай дейсің? Қыз жауап беруге үлгермеді. Себебі дәл сол сәтте Гүлмира келіп қалды. Не туралы сөйлесіп тұрсыңдар? Жансая бірден үндемей қалды. Мүмкіндігін тағы жоғалтты. Сол түні ол ұзақ ойланды. Әкесі шынымен ештеңені байқамай ма? Әде байқап тұрып көргісі келмей ме? Осы сұрақ оны қатты қинайтын. Келесі күні тағы бір жағдай болды. Гүлмира ас үйдегі ақша жоғалғанын айтты.
Мен мұнда 5.000 теңге қойғанмын. Қазір жоқ. Жансая мен Аружан аң-таң болып қалды. Біз алмадық. Өтірік айтпаңдар. Гүлмира ашуға булықты. Үйде сендерден басқа ешкім болған жоқ. Кешке Ерлан келгенде Гүлмира бәрін айтып берді. Ақша жоғалып кетті. Мен ешкімді кінәламаймын, бірақ осы бірақ сөзінің өзі жеткілікті еді. Ерлан қыздарына қарады. Шындарында айтыңдар. Біз алған жоқпыз, деді Жансая. Рас айтамыз, деп жылады Аружан. Бірақ олардың сөздеріне ешкім сенбегендей болды. Бірнеше күннен кейін ақша Гүлмираның өз сөмкесінен табылды. Ол өзі салып қойып, ұмытып кеткен екен. Бірақ ешкім қыздардан кешірім сұрамады. Тіпті Гүлмира да. Болатын нәрсе ғой, деп қоя салды. Ал Жансаяның жүрегінде тағы бір жара пайда болды. Сол түні ол аулаға жалғыз шықты. Аспандағы жұлдыздарға қарап отырды. Кенет артынан Аружан келді. Әпке, ұйықтамадың ба? Жоқ. Аружан қасына отырды. Сен жылап отырсың ба? Жансая көз жасын тез сүртіп жіберді. Жоқ. Өтірік айтпа. Кішкентай қыз әпкесінің қолынан ұстады. Мен бәрін түсінемін. Осы сөзді естігенде Жансаяның көзінен жас тағы ақты. Мен әкеміздің бізге сенгенін қалаймын, деді ол ақырын. Мен де. Бұрын бәрі басқаша еді ғой. Иә. Екеуі ұзақ үнсіз отырды. Сол түні Жансая алғаш рет бір нәрсені анық түсінді. Кейде ең ауыр қорлық қатты сөз емес. Сенің шындығына сенбейтін адамның болуы. Ал ол адамның өз әкең болуы. Үйге кірер алдында Аружан әпкесінің қолын қысып ұстап, біз бәрібір бірге боламыз ғой, деді. Әрқашан. Ешкім бізді ажырата алмай ма? Ешкім. Жансая осы сөзді сенімді айтқанымен, алда оларды одан да ауыр сынақ күтіп тұрғанын білмейтін. Өйткені Гүлмира енді тек өтірікпен шектелмейді. Ол екі қызды бір-бірінен алыстатуға әрекет жасай бастайды. Уақыт өте берді. Бірақ Жансая мен Аружанның өмірі жеңілдеген жоқ. Керісінше, күн өткен сайын ауырлай түсті. Екеуі де жылауды жұрттан жасыруды үйреніп кеткен еді. Әсіресе Жансая. Ол енді көз жасын ешкімге көрсетпейтін. Тек түнде бәрі ұйықтап қалған кезде ғана жүрегіндегі мұңын сыртқа шығаратын. Бір күні мектепте шығарма жазу тапсырылды. Тақырыбы «Менің ең қымбат адамым». Балалардың көбі ата-анасы туралы жазды. Кейбірі достарын жазды. Ал Жансая қағазға ұзақ қарап отырды. Көз алдына бірден анасының жүзі келді. Ақырында ол анасы туралы жаза бастады. Әр сөйлем сайын көзінен жас тамып жатты. Менің ең қымбат адамым анам. Ол мені ешқашан ренжітпейтін. Ол мені әрдайым қорғайтын. Мұғалім шығарманы оқып отырып көзіне жас алды. Сабақтан кейін Жансаяны шақырды. Қызым, иә, сен өте мықты екенсің. Осы сөзді естігенде қыздың жүрегі елжіреп кетті. Өйткені соңғы уақытта ешкім оған бұлай айтпаған еді. Үйге келгенде бәрі баяғы қалпына түсті. Гүлмира тағы да тапсырмалар беріп жатыр. Мына кірді жай, ыдысты жу, ас үйді жина. Жансая үнсіз орындап жүрді. Сол күні кешке ол қатты шаршады. Денесі де, жаны да шаршаған еді. Ас үйде ыдыс жуып тұрғанда көзіне жас келді. Бірақ ол тез сүртіп тастады. Ешкім көрмеу керек. Өйткені бұл үйде оның жылауына да орын жоқ сияқты көрінетін. Кенет артынан біреу құшақтап алды. Аружан екен. Әпке, не болды? Сен тағы жылап тұрсың. Жансая күлімсіреуге тырысты. Жоқ қой, өтірік. Аружан әпкесім қатты құшақтады. Сен бәрін ішіне сақтайсың. Осы сөзден кейін Жансая өзін ұстай алмады. Көзінен жас ағып кетті. Мен шаршадым, Аружан, деді ақырын. Білемін. Кейде анамды қатты сағынамын. Мен де. Екеуі үнсіз жылап тұрды. Сол түні Аружан ұйықтап қалғаннан кейін Жансая анасының хатын тағы ашты.
Ол хаттың кей жерлері тозып кеткен. Өйткені оны ондаған рет оқыған. Қандай қиындық болса да берілмеңдер. Осы жолдарды оқығанда қыздың жүрегіне жылу кіретін. Келесі күніне күтпеген жағдай болды. Мектепте Жансаяға облыстық олимпиадаға қатысу ұсынуды. Бұл үлкен мүмкіндік еді. Мұғалімдері қатты қуанды. Сенің болашағың жарқын, міндетті түрде қатыс. Жансаяның өзі де қуанды. Бірақ үйге келген соң бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Олимпиада ма? Гүлмира қабағын түйді. Оның не керегі бар? Бұл маңызды жарыс қой. Үйдің жұмысын кім істейді сонда? Жансая үндемей қалды. Кешке Ерлан келгенде қыз бұл жаңалықты айтпақ болды. Бірақ Гүлмира тағы да сөзді өзіне бұрып жіберді. Сөйтіп әңгіме мүлде басқа жаққа кетіп қалды. Жансая тағы да үнсіз қалды. Тағы да өзінің арманын ішіне бүгіп қойды. Сол түні ол терезе алдында отырып ойланды. Өмір осылай жалғаса бере ме? Әлде бір күні бәрі өзгере ме? Ол жауабын білмеді. Бірақ бір нәрсені анық білді. Қанша қиын болса да ол оқуды тастамайды. Арманынан бас тартпайды. Аружанды да қорғайды. Өйткені анасына берген уәдесі бар еді. Ал дәл сол кезде Гүлмира жаңа бір жоспар ойлап отырған. Ол Жансаяның оқудағы жетістіктерін ұнатпайтын. Қыздың өзіне сенімді болып өскенін де қаламайтын. Сондықтан көп ұзамай, ол Жансаяның өміріндегі ең маңызды мүмкіндіктің біріне кедергі келтіруге тырысады. Жансая үшін өмірдің мәні біртіндеп өзгеріп бара жатты. Бұрын ол өз армандары туралы көп ойлайтын. Болашақта кім болатынын елестететін. Үлкен жетістіктерге жетуді армандайтын. Ал қазір оның ең үлкен мақсаты Аружанды қорғау еді. Өйткені күн өткен сайын сіңлісінің жан дүниесі жараланып бара жатқанын көріп жүрді. Бір күні мектептен кейін Аружан көңілсіз келді. Әдетте әпкесіне жүгіріп келіп, күні қалай өткенін айтып беретін. Бұл жолы үндемеді. Жансая бірден байқап қалды. Не болды? Ештеңе, Аружан. Кішкентай қыздың көзіне жас толып кетті. Бүгін сыныпта бәрі аналары туралы сөйлесті. Жансаяның жүрегі шым ете қалды. Сосын мұғалім аналар күніне ашық хат жасауды тапсырды. Қыз үнсіз жылап жіберді. Мен кімге жасаймын? Жансая сіңлісін құшақтап алды. Өзі де әрең тіреді. Өйткені анасының жоқтығы олар үшін жыл өткен сайын жеңілдемей, керісінше ауырлай түсетін. Сол күні кешке тағы бір жағдай болды. Гүлмира ас үйде кешкі ас дайындап жатқан. Аружан байқаусызда үстелдің шетіндегі қасықты жерге түсіріп алды. Бар болғаны осы. Бірақ Гүлмира ашуланып кетті. Қолынан түк келмейді. Кешірімші. Үнемі кешірім сұрайсың. Мен байқамай, үндеме! Аружан қорыққаннан дірілдеп кетті. Сол сәтте Жансая араласты. Ол әдейі істеген жоқ қой. Гүлмира бірден оған бұрылды. Мен сенімен сөйлесіп тұрмын ба? Бірақ ол кінәлі емес. Сен де ақыл айтатын болыпсың ба? Гүлмираның даусы қатайып кетті. Аружан жылап жіберді. Жансая оны артына жасырып тұрды. Сол сәтте ол өзін анасы сияқты сезінді. Өйткені анасы тірі болғанда дәл осылай қорғар еді. Кешке Ерлан келгенде Гүлмира тағы шағымданды. Қызын тәртіпсіз болып барады. Үнемі қарсы шығады. Ерлан ауыр күрсінді. Жансая, қыз үнсіз тұрды. Неге тыныш жүрмейсің? Осы сөзді естігенде оның жүрегі тағы ауырды. Өйткені бұл жолы да ешкім шындықты сұрамады. Сол түні Аружан әпкесінің төсегіне келді. Бұл оның соңғы уақытта жиі жасайтын әдетіне айналған. Әпке, иә, егер сен болмасаң, мен не істер едім? Жансая жымиып қойды. Мен әрқашан қасыңдамын. Уәде ме? Уәде. Аружан оның қолынан ұстап ұйықтап қалды. Бірнеше күннен кейін мектепте олимпиадаға дайындық басталды. Мұғалімдер Жансаядан үлкен үміт күтетін. Ол күн сайын сабақтан кейін қалып дайындалатын. Бірақ бұл да Гүлмираға ұнамады. Үйге кеш келетін болдым. Дайындалып жүрмін. Үйдегі жұмыс маңыздырақ. Жансая үндемеді. Бірақ бұл жолы берілдісі келмеді.
Сол кеште ол алғаш рет өз бөлмесінде отырып, болашағы туралы қатты ойланды. Егер жақсы оқыса, егер жоғары білім алса, бір күні осы қиын өмірден шыға алады. Аружанды да алып шыға алады. Бұл ой оған күш берді. Бірақ дәл сол күндері Гүлмира басқа нәрсені жоспарлап жүрген. Ол Жансаяның олимпиадаға қатысуына кедергі келтірмек болды. Өйткені қыздың жетістікке жетуі оған ұнамайтын. Ал көп ұзамай сол жоспар іске аса бастайды. Және бұл Жансаяның өміріндегі ең ауыр әділетсіздіктердің біріне айналады. Облыстық олимпиадаға санаулы күндер қалған еді. Жансая күн сайын дайындалып жүрді. Мұғалімдері оған сенетін. Өзі де жақсы нәтиже көрсетемін деп үміттенетін. Бұл оның болашағына жасалған алғашқы үлкен қадамдардың бірі болатын. Бір күні мектептен келген соң, ол үстелге отырып есеп шығарып жатқан. Сол кезде Гүлмира бөлмеге кірді. Не істеп отырсың? Дайындалып отырмын. Ас үйдегі ыдыстар жуылмаған. Қазір жуамын. Қазір емес, бірден. Жансая кітабын жауып үнсіз орнынан тұрды. 1 сағат өтті. 2 сағат өтті. Гүлмира оған бір жұмыстың артынан екіншісін беріп отырды. Ыдыс жуу, еден сүрту, кір жаю, аула жинау. Күн батып кеткенде ғана Жансая бөлмесіне әрең оралды. Шаршағаннан кітапқа қарайтында шамасы қалмаған еді. Бұл жағдай бірнеше күн қайталанды. Олимпиада жақындаған сайын Гүлмира үй жұмыстарын көбейте түсті. Жансая бәрін түсініп жүрді, бірақ дәлелдей алмайтын. Ақыры олимпиада күні келді. Таңертең Жансая ерте тұрып дайындалды. Жүрегі қатты толқып тұрды. Осы күн үшін қанша еңбек еткенін өзі ғана білетін. Бірақ үйден шығар кезде Гүлмира: «Алдымен қоймадағы заттарды реттеп шық», деді. «Кейін істеймін». «Жоқ, қазір». «Кешігіп қаламын». Гүлмира қабағын түйді. «Маған дауыс көтерме». Жансаяның көзіне жас келді. Дәл сол кезде Ерлан үйде жоқ болатын. Жұмысқа ерте кетіп қалған. Ал Гүлмира әдейі уақытты созып отырды. Қыз қойманы жинап болғанша жарты сағат өтіп кетті. Ол мектепке жүгіріп жеткенде олимпиада басталып кеткен еді. Мұғалімі сыртта қарсы алды. «Жансая, қайда жүрсің?» Қыз жауап бере алмады. Тек көзінен жас ақты. Оны жарысқа кіргізді. Бірақ көңілі бұзылып кеткен еді. Толқу, шаршау, өкініш. Бәрі араласып кетті. Нәтижесінде ол күткен нәтижеге жете алмады. Кешке үйге қайтқанда жүрегі қатты ауырды. Бұл жай ғана жарыс емес еді. Бұл оның арманы болатын. Бөлмесіне кіріп үнсіз жылады. Сол кезде Аружан келді. «Әпке». «Иә». «Не болды?» Жансая бәрін айтып берді. Аружанның көзіне де жас келді. «Ол әдейі істеді ме?» Жансая біраз үнсіз отырды. Сосын ақырым ғана: «Білмеймін». Бірақ іштей жауабын білетін. Кешке Ерлан келгенде мұғалім хабарласыпты. Олимпиада жайлы айтып берген екен. Ерлан қызының бөлмесіне кірді. «Қызым?» Жансая көз жасын сүртіп үлгерді. «Иә, әке?» «Неге кешіктің?» Қыз бәрін айтқысы келді. Барлығын. Бірақ дәл сол сәтте Гүлмира да кіріп келді. Өзі ұйықтап қалыпты. «Мен ояттым». Жансая аң-таң болып қалды. «Жоқ, ұйықтап қалмағамын». Гүлмира бірден сөзін бөлді. «Тағы сылтау айтып тұр». Ерлан ауыр күрсінді. Жансая, жауапкершілікті болу керек. Осы сөз қыздың жүрегін қатты ауыртты. Өйткені тағы да ешкім оған сенбеді. Сол түні ол ұзақ уақыт анасының хатын құшақтап жатты. «Анашым». «Мен шаршадым». Көзінен жас тоқтамай ақты. Бірақ дәл сол түні ол маңызды шешім қабылдады. Енді ешқашан берілмейді. Қанша кедергі болса да оқиды. Өз жолын табады. Аружанды да алып шығады. Ал Гүлмира болса, қыздың мұнша мықты болып шыққанын байқамай жүреді. Ол Жансаяны сындырамын деп ойлады. Бірақ байқамай, оның ішіндегі жігерді күшейтіп жатқанын түсінбеді. Дегенмен алда оларды тағы бір ауыр сынақ күтіп тұрған еді. Бұл жолы қиындық Аружанға келеді. Және оның салдары бүкіл отбасының өміріне әсер етеді. Олимпиададан кейін Жансая бұрынғыдан да тұйықталып кетті. Ол сабақтарын жақсы оқуды жалғастырғанымен, ішіндегі өкпе күн сайын көбейіп бара жатты.
Ал Аружан әпкесінің мұңайғанын көріп, өзі де қиналатын. Бір күні мектепте Аружан сыныптастарымен сурет көрмесіне дайындалып жатқан. Ол ерекше әдемі сурет салған еді. Суретте анасы мен екі қызы бейнеленген. Мұғалімі көріп, өте әсерлі сурет екен деді. Бірақ осы кезде кейбір балалар, бұл өзінің анасын әлі ұмыта алмапты деп күліп жіберді. Аружан үндемеді, бірақ жүрегі қатты ауырды. Үйге келгенде ол алғаш рет суретін жыртып тастамақ болды. Бірақ Жансая тоқтатты. Жоқ. Неге? Өйткені бұл сенің жүрегіңнің бір бөлігі. Аружан көз жасын сүртті. Сол күні ол суретті қайтадан сақтап қойды. Бірақ қиындықтар мұнымен бітпеді. Соңғы уақытта Аружан жиі ауыратын болды. Шаршап жүретін. Тәбеті де төмендеген. Мұныны тек Жансая байқап жүрді. Ал Гүлмира бұрынғыдай, еркелік қой деп қоятын. Күздің бір суық күні Аружан сабақта есінен танып қалды. Мұғалімдер дереу жедел жәрдем шақырды. Жансая бұл хабарды естігенде мектептің екінші қабатынан жүгіріп түсті. Ауруханаға жеткенде Аружан әлсіз жатты. Қолында жүйе тұр. Жансая көз жасын тоқтата алмады. Қалайсың? Жақсымын. Бірақ қыздың даусы әрең шығатын. Дәрігер Аружанның қатты әлсірегенін айтты. Дұрыс демалмайтынын, шамадан тыс шаршайтынын ескертті. Бұл сөздерді естігенде Жансая бәрін түсінді. Кешке Ерлан да келді. Ол қатты уайымдаған еді. Ал Гүлмира балаларда болып тұрады ғой деп қана қойды. Сол сәтте Жансаяның ішінде бұрын соңды болмаған ашу пайда болды. Бірнеше күннен кейін Аружан үйге шықты. Бірақ бұрынғыдай емес еді. Өте әлсіз болатын. Ал Жансая оның жағдайына қатты алаңдай бастады. Аружан үйге оралған соң Жансая батылдық жинады. Ол әкесімен тағы сөйлеспек болды. Бір кеште Ерлан жалғыз отырғанда қасына барды. Әке? Я, қызым. Бізге қиын болып жүр. Ерлан қызына қарады. Қалай қиын? Аружан қатты шаршайды. Үй жұмыстары көп. Кейде даусы дірілдеп кетті. Кейде бізге өте ауыр. Ерлан үнсіз тыңдап отырды. Бірақ дәл сол кезде Гүлмира келді. Тағы басталды ма? Мен бұларды жұмысқа ғана үйретіп жүрмін. Басқа ештеңе жоқ. Ерлан ауыр күрсінді. Жансая, сен артық ойлап жүрсің. Осы сөз қызын жүрегіне найзадай қадалды. Тағы да сенбеді. Тағы да. Сол түні Жансая ұзақ жылады. Бұл жолы әкесіне деген өкпесі бұрынғыдан да күшейді. Уақыт өте берді, бірақ ештеңе өзгермеді. Керісінше, қыздардың әкесіне деген сенімі азая бастады. Бір күні Аружан: Әпке? Я? Әкем бізді жақсы көреді ме? Жансая жауап бере алмады. Өйткені бұл сұраққа өзі де сенімді емес еді. Жақсы көреді, деді ақырында. Бірақ бұл сөздің өзіне өзі сенбеді. Сол күннен бастап Аружан әкесімен аз сөйлесе бастады. Ал Ерлан мұны байқамағандай болды. Қыздардың жүрегіндегі үміттің шамы біртіндеп өшіп бара жатты. Жансая енді бір ғана нәрсеге сенетін: оқу. Ол күн сайын кітап оқыды. Қанша шаршаса да сабақтан бас тартпады. Өйткені ол бір нәрсені түсінген еді. Егер білім алса ғана бұл өмірден шыға алады. Мұғалімдері оған үлкен болашақ күтетін. Сен міндетті түрде жоғары оқу орнына түсесің. Болашағың жарқын. Осы сөздер оған күш беретін. Кешке Аружан сұрады: Әпке, өскенде кім боласың? Дәрігер болғың келеді. Неге? Жансая жымиып қойды. Өйткені анамды емдей алмадық. Басқа аналар аман қалсын деймін. Аружан әпкесіне мақтанышпен қарады. Бір күні үлкен жанжал болды. Гүлмира қонақ күтетін болып, қыздарды таңнан кешке дейін жұмыс істетті. Аружан шаршап отырып қалған. Сол кезде Гүлмира айқайлап жіберді: Жалқаусың, ештеңеге жарамайсың. Аружан жылап қалды. Ал Жансая шыдай алмады. Олай айтпаңыз. Бөлме іші үнсіз қалды. Гүлмира ашудан қызарып кетті. Не дедің? Аружан кінәлі емес. Ол бала ғой. Бұл сөздерді естіген Ерлан да келіп қалды. Бірақ тағы да шындықты түсінбеді. Жансая, үлкендерге дауыс көтерме. Сол күні қыз алғаш рет әкесіне өкпелеп қарады.
және сол өкпе жылдар бойы кетпейтін еді. Сол жанжалдан кейін Жансая бөлмесіне кіріп кетті. Қолына анасының суретін алды. Анашым, біз қатты шаршадық. Кейде сізді қатты сағынамын. Көз жасын тоқтата алмады. Осы кезде бөлмеге Аружан кірді. Екеуі суретке ұзақ қарап отырды. Анамыз бізбен мақтанар ма еді? Әрине. Рас па? Иә, өйткені сен өте жақсы қызсың. Аружан жымиып қойды. Сол кеште екеуі анасының суретін құшақтап ұйықтады. Келесі аптада Гүлмира үйіне қонақ шақырды. Қонақтардың алдында. Қыздарым өте тәрбиелі. Маған көп көмектеседі. Өз балаларымдай көремін, деп мақтанып отырды. Жансая мен Аружан үндемей шай құйып жүрді. Өйткені шындықтың мүлде басқа екенін олар ғана білетін. Қонақтар кетісімен бәрі өзгерді. Гүлмира үстелге қарап ашуланды. Мына жері дұрыс жинамапсыңдар. Ұятқа қалдырдыңдар. Аружан жылап жіберді. Ал Жансая сіңдісінің қолынан ұстап тұрды. Сол түні екеуі ұзақ сөйлесті. Әпке, иә, біз бір күні бақытты боламыз ба? Жансая сіңлісін құшақтап алды. Боламыз. Міндетті түрде боламыз. Бір күні өз үйіміз болады. Ешкім бізді қорламайды. Ешкім бізді жылатпайды. Аружан көз жасын сүртті. Ал дәл сол түні тағдыр олардың өміріне жаңа бет ашып жатқан еді. Өйткені көп ұзамай Жансая мен Аружан өз өмірлерін өзгертетін адамдарды кездестіре бастайды. Бірақ оған дейін оларды әлі талай сынақ күтіп тұрған болатын. Уақыт тоқтамай өте берді. Жансая 15-ке, Аружан 11-ге толды. Бірақ олардың әкесімен арасы бұрынғыдай жақындамады. Керісінше, араларында көрінбейтін қабырға пайда болғандай еді. Бір күні кешке үлкен жанжал болды. Себебі болмашы ғана нәрсе еді. Аружан мектептен келгенде қатты шаршап, үй жұмысын бірден орындамаған. Осыған ашуланған Гүлмира қызға қатты ұрысты. Тіпті оның дәптерлерін еденге лақтырып жіберді. Жансая шыдай алмады. Тоқтатыңызшы. Ол әлі бала. Неге үнемі бізді кінәлайсыз? Гүлмира айқайлап жіберді. Сен маған үйретпейсің. Дәл сол кезде Ерлан кіріп келді. Ол жанжалдың соңын ғана көрді. Не болып жатыр? Гүлмира көз жасын шығарып жіберді. Мен бұларға жақсылық жасап жүрмін. Ал олар мені сыйламайды. Жансая аң-таң болып қалды. Өйткені бәрі өтірік еді. Әке, бәрі олай емес. Шындықты айтайыншы. Бірақ Ерлан оның сөзін тыңдамады. Жетер! Менің әйеліме дауыс көтермейсіңдер. Осы сөзден кейін бөлме іші үнсіз қалды. Жансая әкесіне ұзақ қарады. Сол сәтте оның жүрегінде бір нәрсе үзілгендей болды. Өйткені әкесі таңдау жасаған еді. Қыздарын емес, әйелін таңдаған еді. Сол оқиғадан кейін қыздар бұрынғыдан да тұйықталып кетті. Бір күні Аружан жылап отырып. Әпке, иә, әкем бізді таңдамады ғой, деді. Жансая жауап бере алмады. Өйткені бұл сөздің рас екенін өзі де сезіп жүрген. Біз оның қызымыз ғой. Неге бізге сенбейді? Аружан өксіп жылады. Жансая сіңлісін құшақтады. Бірақ оның өз көзінен де жас ағып тұрған. Сол түні ол алғаш рет әкесіне деген өкпесінің ешірілмейтін деңгейге жетіп бара жатқанын сезді. Келесі жылдары жағдай өзгермеді. Қыздардың жалғыз арманы ертерек есейіп, өз өмірлерін бастау болды. Жансая сабаққа барынша күш салды. Мектепті үздік бітіруді мақсат етті. Бір күні ол Аружанға: мен университетке түсемін. Сосын жұмыс істеймін. Сені де оқытамын, деді. Аружан күлімсіреп қойды. Сонда біз бөлек тұрамыз ба? Иә. Ешкім бізді ұрыспайды ма? Ешкім. Осы арман екеуіне күш берді. Ал Гүлмира олардың осылай мықты болып өсіп келе жатқанын байқамайтын. Жансая мектепті үздік аяқтады. Мектеп бітіру кешінде мұғалімдері оған ерекше құрмет көрсетті. Сол күні сынып жетекшісі: сен өте табанды қызсың.
өмірде үлкен жетістікке жетесің деді. Бұл сөздерді естігенде Жансаяның көзіне жас келді. Өйткені біреу оның еңбегін алғаш рет шын бағалап тұрғандай еді. Сол кеште ол бір жігітпен танысты. Оның аты Нұрдәулет еді. Сыпайы, тәрбиелі, білімді. Нұрдәулет алғаш көргеннен-ақ Жансаяның ақылды қыз екенін байқады. Ал Жансая оның жанынан ерекше жылылық сезінді. Бұл олардың болашақ махаббатының бастамасы еді. Жансая университетке оқуға түсті, қалаға көшті. Алғаш рет үйден ұзап шыққанда жүрегі жеңілдеп қалғандай болды. Ол жатақханада тұрды. Жаңа достар тапты, жаңа өмір басталды. Бірақ ең бастысы, оның жолында жақсы адамдар кездесе бастады. Мұғалімдер, достар, қолдау көрсеткен жандар. Солардың арқасында Жансая өзіне деген сенімін қайта тапты. Ал Аружан болса, әлі мектепте оқып жүрген. Жансая әр демалыста келіп сіңлісіне көмектесетін. Тағы аз қалды дейтін ол. Бір күні сен де осы үйден шығасың. Біз еркін өмір сүреміз. Аружан сол сөздерге сенетін. Өйткені әпкесі осы уақытқа дейін ешқашан берген уәдесін бұзған емес. Ал жылдар өте келе екі қыздың өмірі мүлде басқа арнаға бұрылады. Олар бақыттарын табады, жақсы адамдарды кездестіреді. Бірақ артта қалған әке мен Гүлмираның тағдыры да баяу өзгеріп келе жатқан еді. Университетке түскеннен кейін Жансаяның өмірі біртіндеп өзгере бастады. Алғашқы күндері қиын болды. Жатақхана, жаңа орта, жаңа адамдар. Бірақ ол ешқашан берілмеді. Күндіз сабақ оқиды, кеште кітапханада отырады. Кейде қосымша жұмыс істейді. Өйткені ол өз еңбегімен өмір сүргісі келетін. Бір күні сабақтан кейін Нұрдәулет оны күтіп тұр екен. Шаршадың ба? Аздап. Жүр, шай ішеміз. Жансая күлімсіреп қойды. Соңғы жылдары ол мұндай қамқорлықты сирек көрген еді. Нұрдәулет оны ешқашан ренжітпейтін, әрқашан тыңдайтын, әрқашан қолдайтын. Сондықтан қыздың жүрегіндегі мұз біртіндеп ери бастады. Ал Аружан мектепте жақсы оқып жүрді. Ол да әпкесі сияқты білімде ерекше көңіл бөлетін. Кейде Гүлмира әлі де тиісетін. Бірақ бұрынғыдай қорықпайтын болды. Өйткені ол әпкесінің сөзін ұмытпаған. Бұл өмір мәңгі емес. Аружан енді болашағы туралы армандай бастады. Ол мұғалім болғысы келетін. Балаларды жақсы көретін. Бір күні сынып жетекшісі: "Сен өте мейірімді қызсың, керемет ұстаз боласың" деді. Сол күні Аружан ұзақ уақыт күлімдеп жүрді. Екінші курста Жансая ғылыми жоба байқауына қатысты. Ол бірнеше ай бойы дайындалды. Тын ұйқысын бөлді. Көп еңбек етті. Нәтижесінде бірінші орын алды. Сахнаға шыққанда қолдары дірілдеп тұрды. Марапат алған сәтте оның көз алдына анасы келді. "Анашым, мен қолымнан келгенше тырыстым", деп іштей сыбырлады. Сол күні Нұрдәулет оған гүл сыйлады. "Мен сенімен мақтанамын". Осы сөзді естігенде Жансая көз жасын әрең ұстап қалды. Өйткені өмірінде біреу оған осылай шын жүректен мақтаныш білдіргені өте сирек еді. Жылдар өткен сайын қыздардың жарасы жазылғандай көрінгенімен толық кеткен жоқ. Бір күні Жансая жатақханада отырып ескі суреттерді қарап шықты. Анасының суреті. Балалық шақ. Бақытты күндер. Көзінен жас сырғып кетті. Сол кезде Нұрдәулет қасына келді. "Не болды?" Жансая алғаш рет бар шындығын айтып берді. Өгей шешесі туралы, балалық шағы туралы, әкесінің сенбегені туралы. Нұрдәулет үнсіз тыңдады. Сосын жай ғана: "Сен өте мықты жансың" деді. Сол күні Жансая өзін алғаш рет толық түсінген адамды кездестіргендей болды. Уақыт өте келе Нұрдәулет пен Жансаяның арасы жақындай түсті. Бір күні кешкі серуен кезінде Нұрдәулет тоқтап қалды. "Жансая?" "Я? Мен сені жақсы көрем." Қыздың жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол өмірінде талай қиындық көрген. Көп жылаған, көп қиналған. Бірақ дәл осы сәтте жүрегіне жылу толған еді. "Мен де", деді ақырын. Нұрдәулет күлімсіреп оны құшақтады. Сол түні Жансая аспанға қарап ұзақ тұрды. "Анашым, мен бақытты бола бастадым." Көзінен жас ақты. Бірақ бұл жолы мұңның емес, қуаныштың жасы еді.
Ал осы кезде Аружан да өз өміріндегі маңызды адаммен танысуға жақындап келе жатқан еді. Ал артта қалған Ерлан мен Гүлмираның өмірінде бәрі бұрынғыдай емес болатын. Гүлмираның денсаулығы сыр бере бастаған еді. Жансая мен Нұрдәулеттің махаббаты күн өткен сайын нығая түсті. Нұрдәулет тек сүйікті жігіт емес, Жансаяның ең жақын досына айналды. Ол қыздың өткен өмірін толық білетін, қандай қиындық көргенін де білетін. Бірақ ешқашан аяушылықпен қарамайтын, керісінше құрметтейтін. Бір күні Нұрдәулет: «Сен өмірдегі барлық қиындықты жеңіп шықтың. Енді бақытты болуға лайықсың», деді. Жансая көз жасын сүртіп күлімсіреді. Өйткені бұл сөзді бұрын ешкім айтпаған еді. Сол күні ол анасының суретіне қарап: «Анашым, мен жақсы адам кездестірдім», деп сыбырлады. Аружан да мектепті үздік аяқтап университетке түсті. Бірінші курста ол Ерсұлтан есімді жігітпен танысты. Ерсұлтан сабырлы, тәрбиелі, әрі өте мейірімді болатын. Алғашында олар жай ғана дос болды. Бірақ уақыт өте келе бір-біріне жақындай түсті. Бір күні Ерсұлтан: «Сенің күлімсірегенің маған қатты ұнайды», деді. Аружан ұялып күліп жіберді. Өмірінде алғаш рет өзін ерекше бағалайтын адамды кездестірген еді. Жансая сіңлісінің бақытты болғанын көріп қатты қуанды. «Сен жақсы адамға жолықтың», деді ол. Аружан басын изеді. «Иә, әпке». Жылдар өте берді. Жансая университетті қызыл дипломмен аяқтады. Дәрігер атанды. Өзінің арманына жетті. Аружан да оқуын жақсы аяқтап ұстаз болды. Екеуі бала кезден армандаған өмірге қол жеткізді. Бір күні олар кафеде отырып, өткен өмірлерін еске алды. «Есіңде ме? Біз бір бөлмеде жылап жататынбыз», деді Аружан. Жансая жымиып қойды. «Есімде. Сонда сен маған бір күні бәрі жақсы болады дейтінсің». «Иә». Сол сөзің рас болып шықты. Екеуі құшақтасып алды. Бір жылдың ішінде екі қызда тұрмысқа шықты. Алдымен Жансая мен Нұрдәулеттің тойы өтті. Тойда жиналғандардың бәрі олардың бақытын көріп сүйсінді. Бірнеше айдан кейін Аружан мен Ерсұлтан да шаңырақ көтерді. Екі әпкелі сіңгілі ақ көйлек киіп тұрған кезде анасының арманы орындалғандай еді. Тойдың бір сәтінде Жансая аспанға қарап: «Анашым, біз бақыттымыз», деп сыбырлады. Уақыт өте қыздарың өз балалары дүниеге келді. Жансая ана болған кезде қатты жылады. Өйткені сол сәтте өз анасының қадірін бұрынғыдан да терең түсінді. Аружан да бақытты отбасы құрды. Екі қыздың үйлерінде күлкі көбейді. Балалардың шат күлкісі естілетін. Олар өз балаларына ешқашан көрген қорлықтарын көрсетпеуге ант етті. Ал дәл осы кезде Ерланның өмірінде бәрі керісінше өзгеріп жатқан. Қыздар бөлек кеткен соң үй іші босап қалды. Ерлан алғаш рет тыныш үйде жалғыз отырып ойланатын болды. Қыздары бұрынғыдай хабарласа бермейтін. Мерекелерде ғана қысқа сөйлесетін. Бір күні ол Жансаяға қоңырау шалды. «Қалайсың, қызым?» «Жақсы». «Балалар қалай?» «Жақсы». Әңгіме бірнеше минутқа ғана созылды. Телефонды қойған соң Ерланның жүрегі ауырды. Өйткені қызы бұрынғыдай емес еді. Ол араларындағы алшақтықтың қаншалықты ұғайғанын сезе бастады. Сол жылдары Гүлмира қатты ауыра бастады. Алғашында жай ғана шашау сияқты көрінді. Бірақ кейін жағдайы нашарлай берді. Ауруханаға жиі түсетін болды. Дәрігерлер ұзақ ем қажет екенін айтты. Бір күні палатада жатқан Гүлмира алғаш рет өткен өмірін ойлады. Жансая мен Аружанның жылаған көздері есіне түсті. Сол кезде жүрегіне өкініш кіре бастады. Ауру күшейген сайын Гүлмира жалғызсырауды сезінді. Өйткені жанында шынайы жақын адам аз еді. Ерлан ғана қасында жүрді. Бір күні әйел үнсіз жылап отырды. «Мен көп қателестім», деді ақырын. Ал Ерлан алғаш рет оның бұл сөзін естіді. Бір күні Гүлмира: «Қыздарды шақыршы», деді. Ерлан қуанып кетті. Бәлкім бәрі түзелер деп ойлады. Ол Жансая мен Аружанға хабарласты. Бірақ қыздар келуге асықпады. Өйткені жара әлі жазылмаған еді. Жансая мен Аружан ұзақ сөйлесті. «Барамыз ба?» «Білмеймін».
Кешіре аламыз ба? Ұмыта алмаймыз. Екеуі де қиналды. Өйткені жылдар бойы жиналған жара оңай жазылмайтын. Сол күні Ерлан қыздармен алғаш рет ашық сөйлесті. Қыздарым, мен сендерді қорғай алмадым. Мен көп нәрсені кеш түсіндім. Оның көзінен жас ақты. Жансая үнсіз тыңдап отырды. Ал Аружан баяу ғана жылады. Өйткені бұл сөздерді олар бала күнінде естігісі келген еді. Гүлмира қыздарының қолын ұстап жылады. Кешіріңдерші, мен қателестім. Бірақ Жансая тыныш қана. Біз сізге жамандық тілемейміз. Бірақ өткен өмірімізді ұмыта алмаймыз, деді. Аружан да үнсіз басын изеді. Кейбір жараның орны мәңгі қалатын бәрі түсінді. Осы кездесуден кейін де арадағы қашықтық толық жойылмады. Қыздар әкелерімен сыпайы сөйлесетін. Бірақ бұрынғы әке мен қыздардың жақындығы қайтып келмеді. Өйткені сенім бір рет сынған соң, оны қалпына келтіру өте қиын еді. Бірнеше айдан кейін Гүлмираның жағдайы күрт нашарлады. Ол төсектен тұра алмайтын болды. Сол кезде өткен өмірі көз алдынан өте берді. Жансаяның көз жасы, Аружанның қорқынышы. Ол өмірдің өз үкімін шығарғанын түсінді. Адам жасаған әр ісінің жауабын бір күні алады. Көктемнің шуақты күні еді. Жансая мен Аружан саябақта бірге отырды. Балалары жанында ойнап жүр. Екеуі анасының ескі хатын қайта оқыды. Талай жылдан бері сақтап жүрген хат. Қандай қиындық болса да, бірге болыңдар. Аружан күлімсіреп әпкесіне қарады. Біз орындадық қой? Жансая көз жасын сүртті. Я, анамыздың аманатын орындадық. Олар ешқашан бір-бірін тастамады. Қандай қиындық болса да бірге өтті. Өмір оларды сындырмақ болды. Бірақ олар сынбады. Керісінше күшейді. Бақытты отбасы құрды. Мейірімді жар кездестірді. Жақсы ана болды. Ал ең бастысы, жүректеріндегі мейірімді жоғалтпады. Сол сәтте көктемгі жел ақырын ғана есіп өтті. Жансая аспанға қарап жымиды. Анашым, біз бақыттымыз. Күн сәулесі олардың жүзін нұрландырып тұрды. Ал анасының аманаты ақыры толық орындалған еді.